Қайырлы күн, құрметті YouTube желісінің тыңдаушылары. Бүгін кітапханашы подкаст жобасының екінші көрсетілімі сіздермен мен Михаил Ломоносов атындағы қалалық орталық кітапхана библиографы, Дарабоз, Кинокеш жобаларының авторы Назерке Абатқызы. Бүгін жаңарған кітапхана жаңаша мүмкіндік тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Подкастымыздың қонағы Сақтаған Байышев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының басшысы Хакимова Слушаш Максимовна. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Подкастымызға қош келдіңіз. Подкастымызды бастамас бұрын өзіңіздің туған күніңіз құтты болсын, келіп жеткен, жаныңызға нұр сыйлап күлімдеткен, бұл жасыңыз шаттығына бөлей берсін, күндеріңіз көп болсын, бақыт еткен деп арнайы өзіңіздің сыйлығыңызды табыстауға рұқсат етіңіз. Рахмет, көп. Бүгінгі күніңізге тек сәттілік тілеймін. Ендеше керемет көңіл күймен подкастымызды бастасақ, жалпы қазіргі таңда кітапхана дамыған, технологиялармен дамып жатыр. Осы орайда қазіргі кітапхана мен бұрынғы кітапхананың қандай айырмашылығы бар? Жақсы. Жалпы Сақтаған Байышев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасына тоқталып өтетін болсам, 92 жыл тарихы бар, үлкен ғылыми орталық. Әрине, жаңағы сіздің сұрағыңыз бойынша кітапхананың, бұрынғы кітапхана мен қазіргі кітапхананың айырмашылығы өте көп деп айта алмаймыз. Себебі басты мақсат, басты міндет бізде үлкен кітап сөрелерінде кітап қорын сақтап, рухани орталық ретінде қызмет көрсету халыққа, ақын жазушыларымыздың, ғылыммен айналысатын тұлғалардың мұраларын оқырмандарға, халыққа, жалпы облыс тұрғындарына жеткізу. Осы мақсатты бұрында ұстанды кітапханалар, қазір де осы мақсатта жұмыс істеп атқарып жатырмыз. Жалпы Сақтаған Байышев атындағы облыстық кітапханада кітап қоры қанша дана құрайды? Сақтаған Байышев атындағы облыстық ғылыми кітапхана қоры 325 мыңды құрайды. Түрлі форматта, әрине, бірінші кезекте көркем әдебиет, әдебиеттану, ғылыми жұмыстар, түрлі салалар бойынша кітаптар, мерзімдік басылымдар, сирек қорымыз бар, және түрлі қазақ, орыс, басқа да тілдерде кітаптарымыз бар. Сонымен қатар бізде авторефераттар қоры бар. Бұрыннан жинақталған, ол яғни жас ғалымдарға ғылыммен айналысуға үлкен мүмкіндік береді. Қазіргі таңда сол авторефераттарды цифрлық форматқа көшіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни оны осы жерде кітапханада отырып парақтап оқуға да болады, және цифрлық форматта алып жұмыстануға болатын мүмкіндік жасап жатырмыз. Жақсы. Оқырмандарыңыздың жаңа кітап қорын айта өттіңіз. Осы тұста қандай кітаптар оқырман сұранысына ие? Басым көпшілігі. Оқырмандардың сұранысы әртүрлі. Әрине, классика ешқашан өзгермейді. Міндетті түрде Абайдан бастап Шәкәрім, Абай, басқа да ұлы тұлғаларды Әуезов оқып жатыр. Енді жастардың көбісі оқитыны қазіргі психологиялық кітап дейміз ғой. Психологиялық екінші болма, тағы да кемел адам деген сияқты кітаптарды сұрайды, сұранысқа ие. Және бұл кітаптардың барлығы да жаңадан шығып жатқан барлық кітап біздің кітап қорында бар. Сәуле Досжанованы оқиды, Санжар Керімбайды оқиды. Оларды оқуда балаларға, жастарға үлкен серпіліс береді деп ойлаймын. Ол да жақсы. Ойларының жинақталуына, алға мақсат қоюға бұл психологиялық кітаптар үлкен бір ой салады адамға. Бұл кітаптардың бәрі бізде оқу залында сақталған. Жаңа кітаптар келіп, оқып, оқу залында отырып біраз уақытын өткізуге болады. Жақсы. Кітапханада жалпы кітаптардың қызығушылығын, оқырманның кітапқа деген қызығушылығын арттыру сіздің ойыңызша бұл кітаптан ба, әлде кітапханашының нұсқаулығынан болады деп ойлайсыз ба? Кітапқа деген қызығушылықты арттыру ол түрлі форматта. Яғни кітапханашыдан да біраз нәрсе жаңа кітаптан да. Біріншіден мен айтар едім, жалпы ата-анадан.
баланың, оқушының, оқырманның кітапқа деген қызығушылығын арттыру үлкен жүк ата-анаға жүктеледі. Себебі біз баланың 1-2 сағатқа, жарты сағатқа келгенде мүмкін емес баланы өзгерту, тәрбиелеу. Өз тарапымыздан үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр әрине. Ата-ана, мектеп бәрі қосылып үлкен сондай бір бағыт бағдар беруге болады. Жалпы үйде ата-ана не істесе, бала соны қайталайтыны сөзсіз. Біз бәріміз солай өстік. Мен өзім жайлы айта кететін болсам, мен әрине бала болдық, жүгіріп жүрдік, кітапқа әрине бірден жүгірмейміз. Ауылдық жерде, ауылда өстім. Сонда мені анам кітапханаға кітап әкелуге жұмсайтын тұғын. Мен барам, сосын кітапханашыға, Зибапайға айтам, маған мамама кітап беріңізші деп. Сонда ол кісі анама таңдап береді, анамның қолы тимейді, үй шаруасы, балалар бармыз, береді таңдап. Содан жайлап мен жұқа кітаптарды қарай бастадым өзіме. Суреті бар, әдемі кітаптарды, үлкен әріпті, бала кезім ғой мектепте. Содан кітап оқып кеттім деп айта аламын. Сонда ата-ананың үлгісі деп содан айтам мен. Ата-анамыз не істейді, біз соны қайталайды екенбіз өмірде. Кітап оқиық, басқа да түрлі нелер, өнегелері, үлгілері болса, соны мысалға анамыз тоқыса, кесе тіксе, біз де соны қайталаймыз ғой, киім тіксе. Сол сияқты мен анамнан үлгі алдым, анам мені сол кітапқа жетелеп үйретті деп айта аламын. Жақсы. Сондықтан отбасы ең үлкен неге ие, сол отбасы, одан кейін мектептен жаңа тізімдер беріп жатады ғой жазғы кезде оқуға. Сол өте дұрыс деп ойлаймын. Мектеп 10 кітап берсе де жазғы каникулға, демалыс кезіне, сол 10 кітапты бала оқуға тырысады, себебі ол берілген тапсырма. Ал ары қарай ол тапсырма әдетке айналады. Бірінші тапсырма ретінде қабылдайды бала, менің атым Қожаны оқы дейді, тағы да басқа ұлпанды оқы дейді мектеп. Сонда әрі қарай бала оған қызығушылығы артып, әрі қарай оқып кететіні сөзсіз. Жалпы жақсы, жаңа айта өттіңіз, жалпы отбасыдан басталады, өте дұрыс. Бұл сөзіңізге мен де қосылам. Бала отбасында, мысалы, ата-ананың кітап оқығанын көрсе, бала да ол кітапқа деген қызығушылығы артатыны әрине сөзсіз. Және жаңа сөзіңізде кітапханаға психология, және жастардың көп психология қызығады. Бизнес жайлы, жалпы психология, мотивациялық кітаптарды өте көп оқиды. Оған себеп сіздің ойыңызша оқырманның талғамының төмендігі ме, әлде және рухани қажеттілік деп ойлайсыз ба? Бұл ойлаймын, қазіргі рухани қажеттілік де емес, талғам төмені де емес, тренд, қазіргі мода, үрдіс. Соған еріп, мысалға, бір топтағы, бір кластағы балалар айтады, мен мынаны оқыдым деген сияқты, ол мода деп ойлаймын, сән. Сондықтан ол кітаптарды оқуға мен негізі қатты ұсыныс бермеймін. Сол санаң жетіліп, дамып жеткенде өзіңде сол нелерді қалыптастырып, өзің бойыңнан сол әдеттерді табасың, жаңа кітапта жазылған дүниелерді. Ол үшін мен ойлаймын, Әйтеке би, Шәкәрім, Баласұғын, соларды оқысақ, ойымыз, санамыз жетіліп, соған өзіміз кезінде жетеміз. Жаңағы ерте тұр, жаңағы мынаны оқы, мынаны оқымау, 7 қағида деген сияқтыларды жазады ғой. Ол бизнес деп ойлаймын. Менің ол кісілердің жазып жатқаны әрине ренжімесін. Ол кәдімгі қазіргі ақша табу көзі ғой, енді кітап жазуда. Ал жалпы ол кітаптарды оқымас бұрын адамның өзі рухани кішкене толығу керек, оқу керек басқа кітаптарды. Сонда ғана біз жаңағы соған жетеді, өзінің сана сезіммен жету керек. Кітапханада, енді өзімізде кітапхана саласында жұмыс жасағандықтан біздің алдымызға 7-8 сынып оқушылары келгенде көбі психологиялық жанрды сұрайды. Біз енді әрине оқырманның сұранысын ең бірінші қанағаттандыруымыз керек. Бұл біздің басты мақсатымыздың бірі болып табылады. Біз тауып береміз, оқырманның сұранысын қанағаттандырамыз, бірақ дей тұрғанмен бізде мектеп жасында оқушылардың алтын қорымызды, өзіміздің қазақ ақын жазушыларын оқығанын қалаймыз, өзімізде ұсынамыз сол кітаптарды, барынша оқуға тырыстырамыз. Және қазіргі таңда Бердібек Соқпақбаевтың балаларға арналған өте көптеген шығармаларымыз бар.
Және де осы тұста кітапханада өлкемізге қатысты қандай іс-шаралар, өлкелік ақын жазушыларды насихаттау мақсатында қандай іс-шаралар өткізіліп тұрады? М, Біздің кітапханада, Сақтаған Байша атындағы кітапханада өлке әдебиеттер бөлімі бар. Арнайы бүкіл ақтөбелік ақын жазушылардың кітаптары, ғалымдардың жұмыстары сол бөлімде сақталған және қызмет көрсетеді оқырмандарға. Жыл бойына осы толықтырамыз ақын жазушылардың шығармаларымен. 2023-тен бастап сол ақын жазушылардың қолындағы қолжазбаларын жинақтау жұмыстары жүріп жатыр. Қорымызды одан әрі толықтырайық, бір мұраларын біздің кітапханаға сақтап қалатындай олы цифрлық форматқа аударып, ауыстырып түрлі шаралар өтіп жатыр. Биыл білесіз, Сағи Жиенбаевтың 90 жылдығы, Тобық Жармағанбетовтің 90 жылдығы, осыған орай үлкен көлемді конференциялар өтті. Біздің кітапханада оқитын өлке жобасы бар. Оқитын өлке жобасы облыс көлемінде 234 кітапхана бар, облыстық кітапханалар. Солармен бірге оқитын өлке жобасын жүзеге асырамыз. Биыл оқитын өлке жобасына Сара Мыңжасарова, романист, қазақтан шыққан тұңғыш роман жазушы, сол кісі таңдалып алынды. Шығармалары Сағи Жиенбаевтың шығармалары, 2 тұлғамен, 2 жазушымен жұмыстанып жатырмыз. Облыс көлемінде түрлі шаралар өтіп жатыр. Сондықтан өлкенің ақын жазушыларын таныту, таныстыру ең басты міндетіміз деп білеміз. Жастарға айтам ғой үнемі, сіздер өз өлкемізбен мақтануымыз керек бірінші кезекте. Оқу алып, білім алып, Астана, Алматы, басқа да үлкен қалаларға, сыртқа, шетелге барсаңызда, тұла бойыңда Ақтөбеге, туған елге деген құрмет болу керек. Өзіңнің өлкең туралы айта білу керексің. Сонда ғана сізді бір адам, тұлға деп қалыптасқаныңызды байқауға болады. Ақын жыраулар болсын, күйші, жыршы, жазушы, кім болса да Ақтөбе облысынан шыққан тұлғаларды насихаттап, жастардың арасында үлкен жұмыс жүргіземіз. Жақында Ерқосай Әбіловпен зергерші, қолөнер шебері кездесу кеші өтті бізде, керемет. Өзінің туындыларын әкеліп жастарға таныстырып, көрсетіп, қазіргі таңда бұрын Абилов ағайымыз Ерқосай қамшы өретін, түрлі ұлттық сувенирлер жасайтын, қазір зергерлікпен айналысып жүрген. Сақина, сырға сияқты әдемі бұйымдарды дайындайды. Біз жастарды қолөнерге деген құрметпен, жалпы ұлттық құндылыққа деген тәрбиемен бойларына жақсылық, мейірімділік, әдемі қасиеттерді қалыптастыруға өз ретінде көмек көрсетіп жатырмын деп санаймын. Өте керемет. Жалпы жаңағы айтып өткеніңізде автордың өзімен кездесу кеші өткізілді, Иә. Жастарымыз сол әшекей бұйымдарын тамашалап, өздеріне бір қызығушылық танытты деп. Үлкен қызығушылық танытып, кешіміз бітсе, аяқталса да кеткілері келмей, мектеп кітапханашылары қатысты. Мектеп кітапханашылары келіп, ағайдың мектеп кітапханашылары қатысты, және еңбек сабағынан сабақ беретін мұғалімдерді шақырдық арнайы. Келіп, ағаймен суретке түсіп, фотоға, және ағайдың байланыс телефондарын жазып алып жатқан адамдар көп болды. Міне, біздің еңбегіміздің, жұмысымыздың өткен шараның нәтижесі осы деп ойлаймын. Ағайды жан-жақты таныстыру. Және де біздің мектепке келесіз бе, сізбен кездесу кешін ұйымдастырайық деген сияқты сұрақтармен жан-жағынан қаумалап солай өтті шара. Керемет. Жалпы кітапханада әр өткізген шарамыздың оқырманға бір пайдасы болып, өзіне кітапқа деген қызығушылығын арттырса, ол нұр үстіне нұр. Құдайберген Жұбановтың биыл, сөзіңізді бөлейін, 125 жылдығы. Құдайберген Жұбановтың 125 жылдығына үлкен конференция өтті. Құдайберген Жұбановтың конференциясына және Сақтаған Байышевтің 115 жылдығы, біздің кітапхана есімін ұстап жүрген ғалым Сақтаған Байышевтің 115 жылдығына үлкен конференция өтті. Бұл конференцияға Сақтаған Байышевті көрген, сол кезде бірге жұмыстанған Байғанин ауданының тұрғындары, құрметті азаматтары, соның ішінде Ниетжан Беріков деген ағамыз бар. Қазір 97 жаста, көп шыға бермейтін, абзал, ақсақал, сол кісі қатысты. Өзінің сол Сақтаған Байышевпен қашан кездескенін, қалай кездескенін, үлкен сұхбат, әдемі кеш өтті.
Өте керемет. Жалпы кітапханада қазіргі таңда коворкинг орталығы, иә, кітапхананың жаңа келбеті деп жатамыз. Жастарымыздың рухани орталығы деп жатамыз. Өте көп біздің кітапханамызда да коворкинг орталығы жұмыс жасайды. Сол жерде жастарымыз өте көп жиналады. Осы тұста өзіңіздің кітапханаңызда коворкинг орталығы және аудандарда қаншалықты оқырмандарға өзінің қызметімен жұмыс жасап келе жатыр? Иә, қазіргі коворкинг орталығы деп аталатын аумақ оқырмандардың, балалардың, жастардың еркін отырып, әңгіме айтып, сұхбаттасып, кітап оқуына мүмкіндік туғызатын жер. Мен үнемі ойлаймын, айтам, жағдай жасауға тырысамыз. Коворкинг орталығы кәдімгі жастарға ұнайтын жер болу керек қой. Неге олар әсем, әдемі кафелерге барады, иә? Кафе, кинотеатр деген сияқты. Соны бізде коворкинг орталығын сондай мақсатта ашылды ғой. Біздің кітапханада коворкинг орталығы бар, жасақталған, әдемі. Жастар келеді, оқиды, жаңағы өздерін білмей кітап оқуға деген ынтасы бар, бірақ жасқанып кіретін кітап не болар еді жастар. Соларды кәдімгідей қарсы алып, көзіме түссе жетектеп апарып коворкингке кіргізіп, отырғызып айтам. Осы жерде отырыңыз, сабақ оқисың ба, досыңмен келіп әңгіме айтасың ба, міне жан жағында кітаптар, газет, журналдар қойылған, қарап, парақтап отырыңыз деп. Түрлі шаралар еркін форматта өтіп жатады коворкинг орталығында. Бізде ымырттағы кітапхана жобасы бар. Кешкі 5-те 6-да өтетін шаралар. Яғни бұл жерде оқырмандардың қызығушылығына, сұранысына орай түрлі форматта кештер өтеді. Мысалға, гүл өсірушімен кездесу болу мүмкін. Немесе шайдың түрлерін таныстыруға деген сияқты еркін форматта. Немесе ақын жазушылармен кездесу болу өтіп жатыр. Әлихан Жақсылық деген жазушымыз бар, иә? Қазір жас, талантты, кездесу кеші өтті, керемет. Нотр-Дамда құлшылық жасауға бола ма? Тағы да басқа кітаптары үлкен жетістікке жетіп отыр. Қуанамыз, жастарды таныстырамыз. Кәдімгі сол коворкинг орталығы сол кештерде Қайнар Алагөзовпен өтті кеш, тұсаукесері кітабының, иә, ер деген. Иә, керемет кеш өтті. Жаңа коворкинг орталығына сыймай кетеді ғой келген жастар. Соларды көріп, әрине қуанамыз. Оларда осы жастарды көріп, үлгі алып, неге болмасқа, иә? Неге сондай бір кәсіппен өзіне айналса ұнайтын кітап жазу ма, ән жазу ма, басқа да шарамен, жұмыспен неге айналыспасқа деген ой туады деп ойлаймын. Сондай кездесулерден кейін өзінің құрдастары, жан-жақтары, достары келеді ғой. Сол коворкинг орталығының атқарып жатқан несі көп, жұмысы. Аудандарда барлығы облыста 30 коворкинг орталығы бар. Жұмыс жасайды, жақсы. Кейбір коворкинг орталықтарына іс-сапармен барғанда Қобда ауданына барғанмын. Керемет табиғи гүлмен көмкерілген, кірсе шыққысыз үлкен коворкинг орталықтар бар. Басқа да аудандарда әрине бар. Биыл 2024-те Мұғалжар ауданында 2 коворкинг орталығы ашылды. Жем қаласында және де бір ауылдық кітапханада. Бұның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Оны заманауи қазіргі жиһаздар қойылады оған. Балалардың, жастардың отыруына ыңғайлы. Арттыру, иә. Өте керемет. Жалпы коворкинг орталық кітапханада ашылғаны біз өте қуаныштымыз, себебі жастар өте көп келеді, өздерінің түрлі кітап талқылаулар өтеді. Және де қазіргі таңда кітапханада жобалар, иә, жаңа заманның талабы деп жатамыз жобаларды. Осы тұста кітапханаңызда қандай жобалар жүзеге асырылып жатыр? Халық игілігіне пайдаланып отырылған. Иә, бірінші кезекте мана айтқандай, оқитын өлке жобасы, тарихы терең Ақтөбе жобасы бар. Жалпы тарих, өңір тарихын таныстыратын көптеген жобаларымыз бар. Ең бірінші мен ойлаймын, жаңа алдында да айтып кеттім, өзің туған жеріңнің тарихын білу міндеттіміз. Соны қастерлеп, құрметтеп, жас ұрпаққа жеткізу ол біздің кітапханашылардың міндеті. Литература без границ жобасы бар. Ол жаңағы сырттағы әріптестерімізбен, Ресей,
басқа да елдердің, Өзбекстан әріптестерімізбен байланысқа шығуға, сол жақтың ақын жазушыларымен таныстыру мақсатында, және де әрине біздің ақын жазушыларды, біздің тарихымызды, Ақтөбе тарихын, Қазақстан, басқа да бағыттағы жұмыстарды сыртқа таныстыру болып табылатын мақсатымыз. Иә, сондай жобалар бар. Жақсы. Жаңағы айтқан республикалық деңгейлердегі жобаларыңыз осы тұста қандай шаралар өткізіліп, біздің ақын жазушыларымыздың насихатталуы қандай шаралар өткізілді? Литература без границ жобасы бойынша біз Ресейге Ульяновск қаласына байланысқа шықтық. Биыл Ақтөбе қаласының 155 жылдығына орай ақтөбелік ақын жазушылармен таныстырдық. Оған 9-шы мектеп оқушылары қатысып, Ақтөбе туралы өлеңдер оқып, орыс тілінде, қазақ тілінде әндер шырқалып, осындай кеш өтті. Керемет. Жалпы қазіргі таңда жобалар, енді кітапхананың басты талабы ғой, жобалармен жұмыс жасау. Оның ішінде жобалардың да мақсаты осы кітапханаға оқырман тарту, оқырмандардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру. Осы тұста міне осы жоба арқылы да жүздесіп отырмыз өзіңізбен. Және де биылғы жылы жас кітапханашы 2024 лабораториясы өткен болатын, өтіп жатыр қазіргі таңда. Осы тұста ол кезде жобаларды, яғни кітапханаға жобаларды ашу болады. Сол кезде қазіргі жасанды интеллектті пайдалану, жобаларды осы тұспен, жасанды интеллектпен қатар тұспа тұс жасау керек. Ол үшін әрине бізге енді біздің деңгейімізбен кітапханашы ол тұста IT маманы өте қажет деп ойлаймын. Себебі қазіргі кезде кітапханашылар ол психолог та боламыз, мобилограф та боламыз. Әр өткізілген шарамызды міндетті түрде өзіміз түсіріп, өзіміз әлеуметтік желіге насихаттаймыз. Әлеуметтік желі арқылы оқырмандар бізді көріп, біздің кітапханаға келеді. Және де осы жобаны жүзеге асыруда мен өзім сол жас кітапханашы 2024-ке қатысқым келді. Бірақ менің жасанды интеллектпен тұспа тұс келетін соны жасауға жобам әлі ол жасалған жоқ. Тек осы 3 жобаммен жұмыс жасап жатырмын қазіргі таңда. Осы тұста сіздерде IT маманы, жасанды интеллект туралы жобалар қарастырылу үстінде ме? Биылғы жас кітапханашы 2024 жобасы бойынша біздің жас қызметкер, жас маман, биыл ғана оқу бітіріп келген кітапханашы Қызғалдақ облыс әкімінің грантымен аяқтаған, қатысты. Академиялық кітапхананың жобасы ғой. Барып қатысты. Жасанды интеллект туралы әрине бұл алдағы уақытта әрі қарай дамытатын сұрақтың бірі. Жалпы біздің білесіздер, кітапханада Makerspace орталығы бар, американдық посольствомен бірге ашылған. Сол жерде бізде үлкен жұмыстар жүргізіледі. Ниш мектебінен, Назарбаев мектебінен, жаңа білім инновация мектебінен келіп, сол жерде түрлі электрондық форматта ғылыми жобалар жасалады, байқаулар өтеді. Сол жерде өтіп жатқан жұмыстарды жинақтай келе, біз жаңағы неге апарып көрсеттік. Сертификатқа ие болды. Және де өзінің кеше келіп бізбен ой бөліскенде айтқаны, үлкен өзіне серпіліс алған, үлкен жаңа жұмыстармен танысқан, әріптестермен таныстым деп келді. Әрине бұл IT маман кітапханада болу қажет. Біз бұрынғы программист дейміз ғой, бізде IT маман үлкен жаңағы еңбек өтілі бар, бізге келуі екіталай. Себебі біздің еңбек ақының төмендігіне байланысты IT мамандар енді өзінің жастар ғой, енді көбісі олардың ізденіс үстінде, және олар бірнеше жұмысты алып жүруі мүмкін. Біздің кітапханада программистер жұмыс жасайды, жақсы бар. Күнбе-күн айналысып отырмыз. Және осы тақырыпта үлкен семинар өткіздік былтыр аудандармен бірігіп. Әрине бұл алдыңғы күннің тақырыбы деп ойлаймын, бірақ ждағаттап оны күтіп отырмауымыз керек. Уақыт оны күтпейді. Сондықтан біз кітапханаға жастарды тартудамыз.
жастардың келгені біздің кітапхана саласының жалпы дамуына үлкен күш береді. Сондықтан үміт жастарда, және оларға үнемі тапсырма беріп отырамын. Жұмыстан тыс ол шаралар жоспарға сай өтеді, ұйымдастырылады. Біздің міндетіміз кітапхана саласын басқа форматқа жұмысымызды өзгерту деп білемін мен. Өте керемет. Жалпы осы тұста заманауи кітапхана дегенді сіздің көзқарасыңыз қалай елестетесіз? Заманауи кітапхана әрине бірінші кезекте жаңа кітаптар міндетті түрде, ол кітапсыз мүмкін емес кітапхананың болуы. Қазіргі таңда кітаптарды біз цифрлық форматқа, LRScan аппараты бар, көшіріп жатырмыз. Себебі ол да оқырмандардың сұранысы, электронды форматта оқысы келеді. Ол өзімен алып жүруге, жаңағы үйде де, остановкада, жолда, жаңағы көлікте оқуға мүмкіндік беретін керемет жоба ғой. Сондықтан заманауи кітапхана біріншіден цифрлық форматтағы кітаптар, және бірінші кезекте ол ғимарат мәселесі. Ол заманауи, кәдімгі жылжымалы кітап сөрелері, қазіргі біздің кітап сөрелеріміз кәдімгі немен кітап қорын сақтайтын сондай үлкен кітап сөрелер ғой, бәріміз де білеміз. Ол жылжымалы болу керек. Ол үшін ғимарат басқа болу керек, иә. Қазір облыстық Сағи Жиенбаев атындағы жасөспірімдер кітапханасын жаңа заманауи форматқа көшірілді. Енді қазіргі таңда ол оқырмандардың қызығушылығын қанағаттандырып отыр. Түрлі жаңағы заманауи жаңа нелермен жабдықталған техникамен, компьютердің жаңасы, онда отырып жаңа IT мамандардың өзі келіп сол жерде айналысып, өзіне берілген тапсырманы оқудан болсын, өзінің қызығушылығы болсын, айналысуға мүмкіндігі бар. Сондықтан енді заманауи кітапхана болу үшін ғимарат керек, ғимаратты өзгертуіміз керек. Екінші, әрине біздің кітапханашылардың біліктілігін көтеруіміз керек. Біліктілік өте қажет етеді оны. Ол үшін біз ұлттық кітапханаға, академиялық кітапханаға, басқа да облыстарға барып тәжірибе алмасудамыз. Үнемі жастарды барып тұрады, басқа да жаңағы сала бойынша кітапхананың түрлі несі бар ғой, қызметі. Сол бойынша барып, сирек қорды қалай сақтау керек бойынша жақында ұлттық кітапханада үлкен семинар өтті, барып Кемалова Алмагүл қатысып келді. Сондықтан жан-жақтан ізденіс үстінде, және тек қана барып емес, өзіміздің кітапханада да аудандық кітапханаларға, облыстық кітапханаларға арналған түрлі семинарлар ұйымдастырамыз. Жылына 2-3 рет келіп, олар өздерінің білгенімен бөлісіп, сұрақтарын қойып, дамып, үлкен іс жасап жатырмыз, нәтижесін беріп отыр. Жақсы. Кітапхананың заманауи тұрғыда жабдықталғаны ол оқырмандарға да ыңғайлы, келгенде де өзіне жарық, әдемі жерде келіп, әдемі жерде кітап оқыса, ол оқырмандарымызға да кітап оқуына ыңғайлы болар еді деп ойлаймын. Және де осы тұста кітапханашыларға, қазіргі кітапханашыларға көңіліңіз тола ма? Жаңашыл кітапханашы сіздің көзқарасыңыз бойынша қалай болу керек? Қандай болу керек? Кітапханашыларға көңілім толады. Жалпы кітапханада облыс бойынша үлкен еңбек өтілі 30-40 жыл жұмыс жасаған кітапханашылар жұмыс жасап жатыр. Олардың еңбегі зор. Ол сол кездегі заман талабына сай үлкен еңбек етіп жатыр. Жастар қазіргі көңілімнен шығады. Оларда ізденіс көп. Жаңағы айтқандай, тапсырма берілсе, оларды дұрыс бағытқа қоя білу керек деп ойлаймын. Менің өзімнің де кейбір тұстарын түсінбейтін жерлерім болса, жаңа инновация бойынша, заманауи техника, мен олармен кеңесем отырып. Шақырып алып, қасыма былай менің ойымды өзім жеткізем, сонда олар маған былай жүргізу керек болады, былай болады деген сияқты ақыл кеңес береді. Ақыл жастан дейді ғой. Сондықтан жастарда жақсы, гуманитарный колледжді бітіріп келген студенттер келіп жатыр, жастар келіп жатыр, практикадан өтіп жатқан жастар бар. Қазіргі жастардың қызығушылығы жақсы жалпы. Мен қатысайын, мен оқиын деген сияқты соңғы 2 жылда келген практиканттардың да көзқарасы, бағыты жақсы. Келген бойдан әрине олармен мен сұхбаттасам, шақырып алып, сөйлесем. Не себептен бұл мамандықты таңдадыңыз? Болашақта осы мамандықпен жұмыс жасайсыз ба?
кітап оқисың ба деп. Енді әртүрлі жауаптар болып жатады. Негізі ұнатпай келген болса да, мен ойлаймын, ол практикаға келгеннен кейін, жайлап жұмысқа кіргеннен кейін, бұл мамандықтың қыр-сырын түсінгеннен кейін, ол бала кітапханашы болуын әрі қарай жалғастырады. Көбіне солай. Жалпы әйел адамға ыңғайлы мамандық, жақсы мамандық деп ойлаймын. Мен өзім туралы айта өтсем, осы бұрын мәдени ағарту училищесі болды ғой. 8 бітіргеннен кейін ауылдан келіп осы мамандықты таңдадым. Одан міндетті түрде не береді, жолдама беріп ауылға кітап жібереді жұмысқа. Баруымыз керекпіз 2 жыл. Сөйтіп жұмыс істеуге бардым ауылға. 1 жыл жұмыс істедім. Әрине жас болғасын ауылда жұмыс істегім келмейді. Дегенмен жаңағы жолдамамен барған соң жұмыс атқардым. Шалғай ауыл, танымайтын жер. 1 жыл жұмыс жасап, содан кейін жоғары оқу орнына жолдама берді. Соны барып оқып, жалғастырып, осы мамандықтың толық иесі атануға мүмкіндігім алдым. Керемет. Жалпы осы кітапхана саласын таңдауыңызға қандай себеп? Кітапты Шындықты айтсам, айтайын енді. Біріншіден мен ұстаз болғым келді, мұғалім болғым келді. Бірінші көбіне сөйтіп армандаймыз ғой, мұғалім және бастауыш сынып оқушыларының мұғалімі болғым келді. Арманым сол бала кезден. Менің ойлайтыным, жаман оқитын бала болмайды дейтінмін. Соны баланың миына құю керек деп ойлайтынмын. Сол арманмен жеделеп Ақтөбеге оқуға келдім. Педучилище. Онымен бірінші емтихан музыкадан екен. Сол кезде әлі ойлаймын, неге олай деп. Мен музыкадан негізгі емтиханға дейін мені музыкадан тексеріп тұр, пианиноны тартып, ойнап, маған айтады, неше дыбыс дейді, бүйтіп. Көзімде жас, жылайын деп тұрмын. Түспейтінімді біліп тұрмын, ойлап тұрмын. Мен айтам, ағай, білмем қалай айтқаным, даусым дірілдеп тұрған шығар. Ағай, мен пианиноны бірінші рет көріп тұрмын деймін. Мектепте болған жоқ пианино. Ауылда мектепте қаяқтан пианино. Неше дыбыс дейді. Өтірік айта салдым, 4, 5 деп жауап бердім. Жаңа карандашты бүйтіп ұрады, қайтала дейді. Өзімше қайталаған болдым. 2 деді. Сонымен жылап кеттім, оқуға түсе алмадым. Енді бұл жерде ол емтихан, негізгі емтиханға дейін болғаны да жақсы болды. Себебі мен бұл музыкадан жаңағы слух дейма, тексеру өтпегендіктен енді негізгіге бармайтын болдым. Сөйтіп шамалы 1-2 күн уақытым болды. Содан мәдени ағарту училищесіне солай бардым. Бірақ өкінбеймін. Мен кітапты әуелден жақсы оқимын, жақсы көремін, сыйлаймын кітапханашы апайымды ауылдағы. Сондықтан ойлаймын, солай болу тиіс болып тұр ғой. Жалпы менің недегі қағидам, бірдемені қатты бұруға тырыспаймын өмірде болып жатқан жағдайды. Себебі солай Алла тағала солай жасап тұр, солай болу тиіс. Ар жағында бұдан да жақсы бірдеме болады деп ойлаймын. Сондай өзгерістер болды менің өмірімде. Яғни солай болуы тиіс деп қабылдадым. Жаста болсам да солай қабылдадым. Бір кішкентай сондай жағдайлар болғанда жақсы дедім. Мен онда бұл жерден кету керекпін, басқа жұмысқа тұру керекпін деп солай қабылдадым. Сол сияқты оқуда солай келген деп ойлаймын маған. Осы кітапхана мамандығы. Өте қуаныштымын. Осындай күнге, осындай сәтке жеткеніме бақыттымын. Жақсы, рахмет. Жалпы осы тұста кітапхананың дамуы, кітапханашының шеберлігіне байланысты ма, әлде кітап қорының көбеюіне байланысты деп ойлайсыз ба? Кітапханашының дамуы. Кітапхананың дамуы. Кітапхананың дамуы. Кітапханашының шеберлігіне байланысты ма, әлде? Әрине, екеуі бірдей. Кітапханашының шеберлігі бірінші кезекте шығар. Бар қорды жеткізе білу, пайдалана білу, насихаттай білу, оны қолдана білу. Мысалы, тақырып ұлттық тәрбие десек, сол қордағы бар дүниені дарыта білу, таныта білу, соны тұтастай пайдалана білу. Ұлттық тәрбие деп тек қана тәрбиеден емес, көркем әдебиетке жүгінуіміз керек.
көркем әдебиетке соған қажетті дүниені тауып жеткізе білу. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясы, Зейнеп Ахметованы, Тахауи Ахтанов Шырағың сөнбесін, сол ұлттық тәрбие туралы айтылған қаншама дүние бар, соның бәрін ұштастыру ғой. Сонда кітапханашыдан көп нететін сияқты, байланысты сияқты кітапханашыға. Кітапханашының білікті, жоғары деңгейлі маман болуы. Оның бәрін әрине жаңағы үйретуге тырысамыз. Үлкен жұмыстың нәтижесінде жастарды неге үйретеміз ғой, тәрбиелейміз. Алдағы уақытта қандай тың жаңалықтармен өз оқырмандарыңызды қуантпақсыздар? Үлкен жаңалық деп айта алмаймын енді, бірақ жұмыс бағдарымызды жаңа форматқа өзгерту керекпіз. Жаңағы шағын басқосулар көп болу керек. Бізде де подкаст жобасы бар. Сол жобаны жүргізе отырып, жастарды жақсылыққа, ұлағаттыққа тәрбиелеу, шағын кездесулер көп болу керек сияқты. Өздерінің ойын еркін айтатын. Жаңағы бізде көбіне кітапханада үлкен ауқымды шаралар өтіп жатады ғой. Жаңа ымырттағы кітапхананың мақсаты да сол. Шағын аудиторияда кездесу. Жастардың өз ойын айтуға еркін формат беру. Ақын жазушылармен кездессе де өз ойларын ашық айтуға үйрету оларды. Осы форматта, осы жоба бойынша жұмысты жандандырамыз біз. Жақсы. Жаңа бір сөзіңізде айта өттіңіз, Ақтөбе тұнған тарих жобасы. Осы жобаның жалпы мақсаты мен міндеттері туралы тоқтала өтсеңіз. Қандай шаралар ұйымдастырылды? Бірінші мақсатта әрине Ақтөбе тарихын, жерлестерімізді таныстыру, жаңағы жастарды осы шығармалар бойынша тәрбиелеу. Биыл Ақтөбенің 155 жылдығына орай шаралар ұйымдастырылды. Жаңа айтып өткендей, бұл Тобық Жармағанбетовтың шығармалары, Сағи Жембаевтың шығармалары, Сара Мыңжасарова, көптеген шаралар есіме түспей тұр. Тобық Жармағанбетовтың шығармаларын алатын болсақ, мен кітапқа кетіп қалып жатырмын ау деймін. Кәдімгі мен көбіне ұсынам оқуға. Өзімде жақында қайтадан бір оқып шыққым келіп отыр. Жақында Ұшқан ұяны аудио кітабын тыңдадым. Жалпы мен бір сұрақтан бір сұраққа кетіп жатырмын. Жаңа цифрлық форматпен бірге, кітаппен бірге аудио кітапты да оқуға, тыңдауға не берер едім ұсыныс оқырмандарға. Себебі бұл уақытты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Біз жолда келе жатайық, кухняда жүрейік, басқа да шаруамен жүрейік, аудио кітапты тыңдау өте ыңғайлы. Сол Ұшқан ұяны оқып шықтым, тыңдап шықтым, өте керемет. Тобық Жармағанбетовтың шығармалары ұлттық құндылықты, бұрынғы біздің өмірімізді, қазақтың сондай терең мағынада жеткізген. Оны жаңағы көз алдыңда өтіп жатқандай сол суреттерді, сондай суреттелген көркем. Сол жаңа боранда арпалысқан қойшы, жаңағы боран, далада болып жатқан жағдайдың бәрі көз алдыңа кәдімгі суреттеліп келіп жатады ғой. Міне соның бәрін біздің тарихы терең Ақтөбе жобасы арқылы жеткізу халыққа, оқырманға, біздің ақтөбелік жазушыларды. Көптеген жазушылар бар ғой, енді бәрін айтпай отырмын мен. Қажғали Мұхамбетқали ағамыз қандай шығармалар қалдырып кетті. Міне осының бірінші мақсат, өзіңнің тарихыңды білмей, өзіңнің туған жеріңді сүймей, өзіңде туған жеріңе деген мақтаныш көкірегіңде оянбай, басқаның дүниесін үйрену, ұғу мүмкін емес деп ойлаймын. Біріншіден сол туған жерге, атамекенге, ақын жазушыларға деген құрметті жеткізу балаларға, оқырмандарға. Осы мақсатта жүргізіп жатырмыз. Осы тұста өзіңіздің жаныңызға жақын бір кітаппен бөліссеңіз, ең ерекше? Жақында оқыған Сара Мыңжасарованың Әйел бақыты болар. Есіме түсіп отырған сол. Әйел бақыты
ол жерде өзінің өмірін суреттейді. Жұмыспен бірге жүріп үлкен істерді атқарады, журналист, жазушы. Ол жерде өзінің екі енесі болғанын айтады, иә. Үлкен енем болды, өзімнің енем болды дейді. Олар оған жаңа үй шаруасынан босатып, жұмысыңа бар, жұмысыңды істе деп жолдасы сондай қолдау көрсеткен. Әйел адамның бейнесі сонда суреттелген. Сол кітап туралы айта аламын. Ай мен Айша қандай жазылған, иә? Өмір, кәдімгі өмір суреттелген. Өмірі бала кезінен бастап қалай өмір сүргені, жаңағы бір уыс неге бола, бидайға бола, ненің ішінде қалып қояды, қамалып. Қамбаның ішінде. Сол жерде ұйықтап қалады, анасының іздегені. Сол өзіме енді көп кітаптар, оның бәрін айтып жеткізу мүмкін емес. Уақыт болмай жатады бізде де. Дегенмен, жаңағы обед кезінде, үзіліс кезінде де тездетіп оқып алуға тырысамын. Немесе үйде бір кітабым тұрады, жұмыста бір кітабым тұрады. 2-3 кітапты бастап қоямын негізі. Бірнеше кітапты қатар оқи берем. Қай кітап қолыма түседі, соны жалғастырып оқи берем. Сондықтан жаңа Бердібек Соқпақбаев 100 жылдығы ғой. Соған орайда кітаптарын оқығым келіп отыр қайтадан. Ол менің атым Қожаны бұрын оқып кеттік, өлгендер қайтып келмейді. Балалық шалаққа саяхат, оның бәрі оқыдым. Менде бір не бар, қойын дәптер. Оқыған кітаптар оқу керек деген не бар. Бір қойын дәптер ол, сол 2-ге бөлінеді менде. Біреу оқығандарымды жазып отырам, оқу керегім көп. Оқу керек кітаптар өте көп. Мүмкіндігінше оқуға тырысам енді. Оны оқығаннан кейін ой адамда, ол оқу міндет емес. Оқығаннан кейін жаңағы ойың жетіліп, түрлі рухани азық аласың ғой, үлкен азық аласың. Және оқығанымды мен жас кітапханашыларға, біздің кітапханашыларға, жастарға, оқырмандарға жеткізуге тырысамыз. Сол арқылы тәрбиелеу. Сол арқылы сол шығармалардан өзіме қажетті дүниені алу керекпін ғой. Әрине оқыған кітабыңды басқа бір адаммен бөліскен өте керемет. Ол екі жақты әңгімелеп, оқиғаны бөлісу ол өте керемет деп ойлаймын. Үнемі ол туралы айтып жүрем. Оқыған кітабыңды есте сақтау үшін міндетті түрде бөлісу керексің. Міндетті түрде бөліссең, есіңде, жадыңда жатталып қалады. Дұрыс. Кітапты оқу үрдісі дейміз, иә. Жалпы кітапты кейбір жандар таңғы уақытта оқиды. Осы тұста оқырмандарымызға кітап оқуды қай уақытта оқыған дұрыс деп ойлайсыз өзіңіз? Ондай қағида сақтамайды екенмін. Қай кезде уақытым бар, сол кезде оқимын. Жалпы демалыс күні үйде, тыныш жерде, кітапханада болсын. Біздің кітапхана аптасына 7 күн жұмыс жасайды, айта кетейін. Демалыссыз. Үнемі балаларға да айтып отырамын. Біздің кітапхана орталықта орналасқан. Жаңағы керуен сити орталығына қыдырып барады ғой, демалып балалар, жастар. Барыңыздар, кино көріңіздер. Содан кейін уақытыңызды кітапханаға бөлуге тырысыңыздар. Келіп, кітап оқып, журналдың беттерін қарап, парақтап, адамда әдет болып кету болады, соған тырысамыз біз. Бала күніне 1-2 бет оқиды, 3 бет, 5 бет, 7 бет. Содан кейін ол рухани азық күнбе-күн қажет ретінде солай қалыптасып қалу керек қой. Соған тырысып, үнемі айтып жүрем. Қай уақытта оқудың ережесі жоқ. Тыныш болса, ешкім мазаламайтын тыныштық керек. Кітап оқу үшін шаруаны бітіріп, мысалға үйдегі бітіріп, жаңа алаңдамайтындай, көңілің сол кітаптың ішіне кіріп кететіндей уақыт болу керек. Ой мен зейінің барлығы сол кітапқа аударылып, оқыса, өте түсінікті болады деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі тақырыбымызда жаңашыл кітапхана туралы, осы өзіңіз 10 жылдан кейін кітапхананы қалай елестетесіз? Жаңашыл, жаңа кітапхана әдемі шығармашылық орталық болу керек. Заманауи, енді міндетті түрде қолжетімді, ыңғайлы, кәдімгі шығармашылық орталық болу керек деймін.
қоғамдық өмірдің де орталығы болу керек. Жан жақта болып жатқан қоғамдық өмірге осы кітапхана қазірде солай ғой, тыс қалмай шеберхана болу керек. Ұштасып жатқан. Кітап оқып, және де сол кітап арқылы түрлі шаруалар жасап, біздің Makerspace шеберханасы ашылып отыр ғой. Бұл солның өзі бізге үлкен оқырмандарды, жастарды тартуға үлкен көмек беріп тұр. Себебі ұштасады, өзінің ойын информация, технологиямен байланыстырған жастар келіп, қолымен жаңа істеп, сол жерде мүмкіндік бар ғой, бүкіл жабдықтар бар бізде, ұштасып жатыр. Міне сондай орталық болса, жастардың бас қосатын үлкен орталығы, шығармашылық орталық, қазірде ол шығармашылық орталық болып табылады. Дегенмен ақын жазушылардың, жазғысы келетін жастардың кәдімгі күнде келіп бас қосып отыратын орталығына одан сайын дамуына, өзара байланысып отыруға. Қазірде солай, негізі жаңағы орталығымыз біздің коворкинг бос болмай жатады кейбірде. Бір-біріне кедергі келтіріп жатады ғой. Бір топ келеді басқа тақырыпта, екінші топ басқа тақырыпта. Содан біз мүмкіндігінше басқа бөлімдерге бөліп отырғызып, әсіресе сенбі күні. Сенбі күні үлкен бір бас қосулар болады. Жаңа поэзияны ұнататын жастар қауымы бар, орталығы бар, ол келеді. Біздің бір ақсақалдар бар үлкен, олар келеді сенбі күні. Сондықтан оларды кәдімгідей қадағалап, олардың жаңағы мына жерде орын жоқ екен деп кетіп қалмауына барлық мүмкіндікті жасап жатырмыз. Алдағы уақытта да заманауи кітапхана әдемі, кең, кәдімгі технологиямен жабдықталған, сондай деп елестетем. Сондай болатынына сенемін. Жақсы, рахмет. Осы тұста біздің кітапханамызда, қалалық орталық кітапханада сенбі жексенбі күндері бізде адамдар өте көп жиналады. Әсіресе енді демалыс уақытын кітапқа біз қуанамыз. Сол күндері оқырмандарымыз өте көп келетіне себебі әртүрлі клубтар, жастар кітап талқылауларына келеді. Қазіргі жастардың кітапқа деген қызығушылығы мені шыны керек қуантады. Себебі сол сенбі жексенбі күндері студенттер келіп, өздері бір кітапты алып талдайды, оған әртүрлі кинолар түсіріп жатады. Өзінің барынша әлеуметтік желіде насихаттап, кітап талқылауы мені қуантады. Сізге тек алғыс айтам, осы менің шақыртуымды қабыл алып, подкастыма келгеніңізге көп рахмет. Осы тұста өзіңізге Абай Құнанбаевтың ұрпақ тәрбиесінде әрине алар орны ерекше. Бастан өткерген, өмірден көргенін, түйгенін дана Абай осы өзінің қара сөздерінде жазып кеткен. Бұл мен ойлаймын, әр қазақтың жадында жүру керек, әр қазақ Абайдың қара сөздерін білу керек деп өзіңізге тарту етпекпін осы кітапты. Керемет сыйлық. Рахмет көп. Абырой биігіңіз аласармасын, шығармашылық табыстар тілеймін. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге мың алғыс. Құрметті біздің YouTube желісінің тыңдаушылары, сіздерге подкастымыз өте пайдалы болды деп ойлаймын. Әдеттегідей ең үздік пікірге өз атымнан сыйлығым бар. Сіздерден тек үздік пікірмен лайк күтемін, қолдауларыңызды күтемін. Рахмет, сау болыңыздар.